Ойын алаңында баламды іздеп таппай қалдым. Құрбым Қазалдан 3 баласымен Алматыға келді. Балалар біраз ойнасын деп Алатау плазаның ішіндегі MyKids ойын алаңына алып келді. Балалар мәз болып бүткіл аттракционға мініп ойнап шықты. Біз де балалардан қалмайық деп осылай сырғанап кеттік. Себебі біздің бала кезімізде осындай ойын орталықтары болған жоқ. Айтпақшы, мен құрбымның арманын орындадым. Ол не десеңіздер, осы бір ракетаны Инстаграмнан көріп жүріп қайта-қайта мінгісі келген екен. Осы жолы балалармен міну бұйырыпты. Өзім болсам картингке келіп біраз машина айдап қайттым. Мен негізі биіктен қорқамын. Сол қорқынышымды жеңу үшін 13 баспалдақтан тұратын биіктікке шықтым. Осылай жоғарыға көтерілгеннен кейін төменге қарай секіру керек. Ең соңғы баспалдаққа келгенде біраз дірілдеп тұрып қалғаным бар. Сіздер де осы жерге келіп адреналин алып қайтсаңыздар болады. 16 мамыр күні сағат 10:00-де Атакент молда MyKids Run атты балалар жүгіру марафоны өтеді. Марафон 2 категория бойынша болады. 7-10 жас аралығындағы балалар 1 км, 11-15 жастағы балалар 2 км жүгіреді. Жеңімпаздарға велосипедтер және медальдар мен грамоталар беріледі. Қатысу құны 3000 теңге.